Қазақтың салт дәстүрінің ішінде балаға деген тәрбиенің орны бір бөлек. Ауылдан әжеміз келген, 70-ті жекселеген кісі. Сол кісіні алып, жездеміздің үйіне қонаққа барғанбыз. Ет дайын болып қалғанда апайымыз, ал мына жаққа қолдарыңызды шая қойыңыздар деді. Қолымыз тап-таза болса да, ас алдында қол шаю сіңіп қалған сүннет қой. Бәріміз жапа тармағай орнымыздан тұрдық. Алдымыз есіктен енді шыға бергенде әжеміз саңқ ете қалды. Ай, отырыңдар тегі. Бұ қазақ қалаға келдік деп қонақтың қолына су құюды да ұмытып қалған ба? Шақыр ана Ерасылды тай жеген бөрідей талтаңдатпай дегені. Ерасыл дегеніміз 10 жаста жиеніміз ғой. Су құйсын, біреудің рахметін алмаса, алғысын алуға ұмтылмаса, қайтып адам болады деп отырсыңдар, деді әжеміз. Ойланып қалдық. Жарты сағат шулап, дүрдік ернін бүртитіп, Ерасылға да су құйғызып қойдық. Әжем айтқандай өзі де домаланып алған екен. Тағаршықтай денесіне тырситып мәйке киіп алғаны да ұнатпағандай болды үлкен кісі. Су құйған жігітке бәріміз, ой көп жаса, рахмет, Алла разы болсын, оқуда озат бол деген ақ тілекті жаудыртып жатырмыз. Үйретуіміз бойынша иығына салып келген орамалын алғашқы адамға ұсына салып, айнала құйып шықты. Аяғын ала тіпті тышқанның құйрығындай шіңішкертіп, әп әдемі ғып құйды да тез игеріп ала қойды. Осы бұрынғы қазақ бала тәрбиесіне қаншалықты бас қатырды екен деген ой келуші еді кейде. Арнайы мынаны бұлай тәрбиелеу керек екен деген кітап ақтарып, психолог іздеп, сарсаңға түспей-ақ не бір өнерлі ол қыздарды өсірді емес пе? Ойлап бақсақ, ол кездегі тұрмыстың өзі де тәрбиелі болған екен ғой. Қонақ келгенде өз бөлмесіне кіріп, есігін тарс жауып, бұлар қашан кетеді екен деп компьютер шұқылап отыратын балаларды көріп жүрміз ғой. Олардың психологиясы анау қонаққа су құйып, зыр жүгіріп жүрген бұрынғы балалармен салыстыруға келмейді. Келген қонақтардың әңгімелерін тыңдап, әнін естіп, күйіне елітіп, еліктеп, құрметтеп, қызмет қылып, өзі де алғыс алып жүрген. Әжеміз біреуден алғыс алуға ынтық болмай, қалай адам болады деп отырсыңдар деген сөзінде өте ұлы ұғымдар жатқан секілді. Бала қызмет қылса, үлкендер әрине алғысын айтады. Бала марқаяды, көпшіл болып өсиеді. Біреуге қызмет еткісі келіп тұрады. Берген қолым алаған. Бұл да біреудің сенімі мен көмегінен тыс қалмайды. Біреуге рахмет айтқыза алмай, рахметін айтса, оның қадырын сезінбей, қалай өмір болмақ. Баяғыда сырттан келе жатқан қонаққа ассалаумағалейкум деп оң қолымен көкірегін баса алдынан шығатын балалар еді. Сәлемін алған кісінің бәрекелдісін естіп тұрып, есігін ашатында балалар болатын. Одан кейін су құйып, құлақ жеп, кеңес тыңдап жүретін. Ас қайрарда Ерасылымыз қайта келіпті. Қызмет онап қалған секілді. Тағы да алғыс жаудырдық. Марқайып қалды. Ғылым докторы атанған әкесі істете алмаған өнегелі істі жауырына қушиған жаман кемпір жартақ сағатта істетіп тәрбиелеп кетті. Шалғы шалып, үлкеннен алғыс алған қазақтың данышпандылыққа толы өнегелі өмір айдеші. Осы әңгімеден ақ байқауымызға болады, салт дәстүрімізде үлкен тәрбие, мән мағына бар екендігін.